бір қызның көңіліне күйеуге бару дәрті кіре. Дұрыс, мұнсы гынақ түгел, әмі гынақ мына қойда бұл қыз бек егет сайлошан еді. Бұл қызға шуынды күйеу керек екен. Өзі жоқшы һәм ақылlı болсын, дәрежелі болсын, ғады кіші болмасын, ақ болсын, пақ болсын, мотор болсын, һәм аны күйеуге алғаш бек ихласлы сүйсін, қаты сөз айтып, бұршы көрмесін. Бұл сифатлар әммәсі кімде табылсын енді? Шулай болса да қыздың ішік алдына әр яқтан атлы күйеулер гіне түгіл, егітлердің ең асыллары жиылайды. Қызда шарлықтан тамаша қылы, қайсы күйеу дәрежелі түгел, қайсы дәрежелі де тек медаллары аз. Бірсінің қошы құйрық, екіншісінің бұрыны кеңірек, үшіншісінің дәрежесі де бар, лекен кісесінде ақшасы жоқ. Мотор қызның көңіліне бірісі де ұшамады, бүтінісінде қуа. Бірнеше күннен қызның үйіне яушылар келе башладылар. Келселерді, бұл яушыларда ебек емсіз, яки орта шағына кішілерден келгенлер. Мотор қыз өз-өзіні, мен оларға қатын болашақ қыз. Мен ондай кеулеріні қаршымнан күту қудым. Мен ондай уақытия кеулерінің еш қайсысына бармам. Әлімен кеуге барға ошық мұнда, меңа қызлық ғымырым көңілі дейіп, сөйлегендіктен бұл яушылары да қолдылар. Бұлардан екінші яушылар іштіп, алар да қыздан үміт үстілер, бітіліне келмес болдылар. Шол рәуішше 1 ел өтті, 2 ел, 3 ел өтті. Қызға ешкім яушы жібермей башлады. Шолай етіп, көп еллар өткәш, біздің қызның да көзлері ашылды. Ол өзінің апаларын бірәм санарға тұтынды. Алар әр бірісі балалы қатынлар ретінен саналалар еді. Ақырда егіт сайлаушы қыз қартайды. Күзгіге қараса, күзгі де бірде ешірмейші жиыршықлана башлаған бетіні көрсеті. Көзінің нұрларында елсіз өткен ғымырлар ұрлаған. Шәшін тарай башласа, аларға да бірнеше біртік қырау түшкен. Мінә бәлі. От янында иленген көбәләкләр шикелле, моның тирәсендә йөргән егетләр кая киткәннәр соң? Бишара кыз инде нинди генә ямсыз егет күрсә дә, өметсез күз кырые белән генә карый. Ләкин егетнең бу кыз уенда булмаган шикелле, моның кыз икәнен белү ихтималы да юк иде. Матур кыз, һич булмаса ахыр гомеремне ий белән үткәрим дип, ағаш таяқ білән йөри торган 80 яшьлек бір қартқа қуана барған. Фил, падишах арыслан қаршында зор хөрмәткә элеккен. Мұның бұлай дәрежеге менуі урмандағы хайванларға таралғаш, бұл фил қарарға мотор да түгел, сүйіклі де түгел, ол қай жер білән арыслан қаршында хөрмәт тапты соң деп ғажапланып сөйлешкәннәр. Шоларада түлкі қайыраған болғап, әгер филінің қайырағы менекі тіслі мотор, мамықлы һәм алтын тіслі болса, мен оның бұл дәрежеге менуіне бірді ғажапланмас едім деген. Аю да сөз башлап, әлі филінің тырнақлары зор һәм өткен болғанлықтан ол арысланға ұшады мекен деген. Башқалар сөйлегенде мен неге қарап тұрайын deyip, өгізді. Ол филінің бұрыны астында 2 зор түші шығып тұра, арыслан оны мәлки мүгіз деп білгендір деген. Ишәкті, шабата шақлы құлақларын сілкетіп, мен білән, әгер филінің құлақлары зор болмаса, ол ондай дәрежелеріні мәңгі көре алмас еді деген. Біз мақталған кішінің құлақларын, бұрынларын белгіләмәсәк те, еш қана аңар қатыштырып, өзі бізні мақташтырғалайбыз шу.